Сәлеметсіздер ме? Шешендік өнер, Мөңке би. Тілеуімнің ішінде әулие еткен Мөңке би. Нұрпейіс Байғанин. Мөңке Тілеуұлы өз заманының отауызды, орақ тілді шешені, Әбілқайыр ханның кеңесшісінің бірі, жырау. Ол қазіргі Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы маңайында дүниеге келген. Мөңке би Әбілқайыр хан дүние салған соң, Нұралы ханның билігін тану туралы Елизавета Петровнаға жазылған хатқа кіші жүздің 30 би батырларымен бірге қол қойған. Мөңке би өз заманында ердің құнын бір ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би, келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей жырау ретінде танылды. Халық арасында Мөңке айтыпты деген асыл сөз, терең толғаулар, дау үстінде айтылған әділ биліктер көп сақталған. Олар риторикалық сұрақ-жауап, болашақты болжау, келер заманнан сескену, кейбір құбылыстарды ақыр заман белгісі деп тану түрінде келеді. Осыған байланысты ақыр Мөңке атанған. Әсіресе Мөңке есімі халық арасына болашақты болжап айтқан толғаулар арқылы жақсы сақталған. Оның заманның азуы, ақыр заманның жақындауы жайлы айтқандары асан қайғы, бұқар ойлармен үндесіп жатады. Оны тіпті француз сәуегейі Мишель де Нострадамуспен салыстырып жатады. Қайта өрлеу дәуірінде дүниеге келген Нострадамус өз заманына сай білім алып, медицина ғылымдарының докторы атанған оқымысты адам болған. Ол соңына центурийлер деп аталатын 10 томдық болжамдарын қалдырып кеткен. Толғаулары арқылы келешекте елінің жағдайы не боларын болжап берген Мөңке бидің өз өміріне қатысты мынадай болжамы ел аузында сақталып қалыпты. Мөңке би демі таусыла бастағанда, мен өлгесін ақ бура мініп, Жақайым Сартай деген кісі келер, жаназамды сол оқыр депті. Сол күні дүние салыпты. Сартай молданың ауылы бірнеше күншілік жерде екен. Бидің ағайындары жаназаны кімге оқытарын білмей дал болыпты. Сөйткенше болмай, сырттан бақ деген дауыс естіледі. Мөңке бидің ағайындары сыртқа шықса, асыға басып, Сартай молда келе жатыр екен дейді. Мөңке бидің Сырым батырға қойған астыртын сұрақтары мен оған Сырымның қайтарған жауаптары, сонымен қатар оның Шеркеш Түрке би, Тана Нұрке билермен кеңесе отырып айтты дейтін, бұл үйрек дейтін толғаулары белгілі. Мөңке мұрасының зерттелуі. Мөңке бидің өмірі мен шығармашылық мұрасы туралы әр жылдары Ахмет Жұбанов, Кәкішев, Негимов, Адамбаев, Сыдықұлы, Тілеужанов, Байменше, Омарұлы, Асанов, Төлеубайұлы, Құл-Мұхаммед және тағы басқа ғалымдар ғылыми зерттеу еңбектерін жазды. Мөңкенің күйлері. Мөңке бидің біздің заманымызға өттің жалғанай, шалқыма, қиқу дәурен, жиын алқа кеңес атты 4 күйі жеткен. Дегенмен оның күйлері бұдан да көп болуы мүмкін. Мөңке күйлерінің басқа біреулерге телініп кетуі де ғажап емес. Мына жерде Ақтөбе қаласындағы Мөңке биге орнатылған ескерткіш. Тірек сөздер. Бай ауылы, бір топ бала, құн, 7 жасар бала, ердің құны, төлеу, риза болу. Тілеуұлы Мөңке бидің 7 жасында айтқан билігін оқиық. Бір судың бойына бай ауылы келіп қонады. Су бойында бір топ бала ойнап жүрсе, балаларды келіп ауыл иесі ақсақал қуалайды. Байдың астындағы асаулау байтал екен, балалардың біреуі атын үркітіп қалғанда, байдың бөркі басынан ұшып, байталдың алдына түскен кезде, байтал тулап, бай жығылып, жан тапсырады. Байдың елі балалардан құн алмақ болып жиылады. 3 күн, 4 күн жатады, бітісе алмайды. 5 күн, 6 күн жатады, бітімге келе алмайды. Сөйтіп дағдарып тұрған уақытта бір тайға мінген 7 жасар бала келеді. Бала қарап тұрады да, бұл жұмыстың билігін маған берсеңіздер, мен бітірейін дейді. Бала бір айтады, 2 айтады, оның сөзіне баласынып ешкім құлақ аспайды. Ақырында ақсақалдар дағдарып, осы қой асығы демеңіз, қолыңа жақса сақадай. Жасы кіші демеңіз, ақылы жақса атадай деген қайда. Манағы бала кімнің баласы екен, тауып әкеліңдерші деп іздетіпті. Сұрастырып баланы тауып әкеледі. Баланың аты Мөңке екен. Бала келіп, билікті маған берсеңіздер, менің айтатын билігім мынау дейді. Ердің құны 100 жылқы, бұл істе тентек 4-еу. Әуелі ойнап жүрген бала тентек,
екінші оны қуған бай тентек, үшінші үріккен байтал тентек, төртінші бастан ұшқан бөрік тентек. 4 тентекке 100 жылқыны бөлу керек дейді. Сонда 100 жылқының 3 бөлімі байдың өзіне түсіп, бір бөлігін ғана бала жағы төлейді. Жұрт бала билігіне риза болады. Сол бала 300-ге белгілі Мөңке би атанып, аты аспанға шығады, дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Мөңке бидің болашақты болжауы. Құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішінен шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бежірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады. Жастарға билігі жүрмес кәрің болады. Ертеңіне сенбейтін күнің болады. Бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашұбар тілің болады. Дүдәмалдау дінің болады. Қабағын түйіп қайыр тілейтін адамдар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Сарылып күліп тосасың, құны жоқ қағазды судай шашасың. Бай құрып бақсы азады, кен көбейіп бейшара озады. Қу моладан үйің болады, қу баладан биің болады. Кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі, көл теңізге теңеледі. Адам ақсыз жұмыс істемейді, дүниені түрлеп кестелейді, ашшыны ашшы демейді, сағынып тамақ жемейді. Тапқанын олжа дейді, әлхам білгенін молда дейді. Бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші-көршіге кірмейді деген екен. Сөз сыры: шынтақ, кебір, олжа, әлхам білгенін. Әдеби теориялық ұғым. Болжал өлеңдер. Болжал әдебиеттің негізгі мазмұны, қазақ халқының болашақ баянсыз тағдыр талайы болып табылады. Жер тозады, жайлау тарылады, ауа райы, табиғат қаталданады, адамдар кедейленеді, мінез-құлық өзгереді, жаман әдеттер молаяды. Бір сөзбен айтқанда, қазақ елі мен жері өзгеріп, асып тозады. Аталған ауыр күндердің хақтығын болжай отырып, халық өз басындағы жаман ғадет, қасиеттерден арылмаса, бұдан шығар жолдың жоқтығын, болашақта құлдық пен құру күтіп тұрғанын жырлайды. Болжалдық әдебиеттегі бұндай үмітсіз, зарлы сарын әсіресе 19 ғасырдың екінші жартысында саяси бостандықтан үміт кесілгенде, қазақ жерін отарлау күшейгенде, ел жиі-жиі жұтқа ұшырап кедейленгенде күшейе түсті. Білгенім бір тоғыз. Қазақтың Нострадамусы атанған Мөңке би есімі туысқан қырғыз еліне де танымал. Оның шығармашылығы қырғыз әдебиетіндегі зар заман ақындарына ықпал еткен. Қырғыз зар заман ақындарының көшбастаушысы Қылығұл Байұлының Ақырзаман атты толғауы Мөңке бидің өлеңдерімен мазмұндас. Жердің тақыр болуы, ағайынның тасбауырлығы, әйелдің ерге теңелуі хақындағы тұжырымдар екеуіне де ортақ. Мөңке есімінің қырғыз еліне танымал болуының тағы бір себебі Мөңкенің шешесі Сұлу қырғыз қызы болған.